Ассаламағалейкум. Армыстар. Тікелей эфирде информбюро сіздермен бірге Лимара Салих. Және Мақсат Толықбай. Назарларыңызда бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Астанадағы министрліктер үйіндегі өрт неден шықты? Елімізде несиесіз өмір сүретін отбасы бар ма? Банктен алған қарыз ақша адам психологиясына қалай әсер етеді? Дмитрий Медведевтің Қазақстанға келгендегі мақсаты не? Кедендік одақтың келешегі қандай? Астанада министрліктер үйінен өрт шықты. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша жалын екінші қабаттың балконында тұрған қоқыстың тұтануынан шыққан. Қайта оқиға орнына дер кезінде жеткен өрт сөндірушілер тілсіз жауды 5 минуттың ішінде өшірген. Дегенмен министрліктер үйінің жанында жүрген ғимарат қызметкерлері өрттің шығуына байланысты 1 сағаттай далада жүріп қалған. Өзге де ақпараттар республика халқының жарысына жуығы айрықша көлік нөмірлерінің сатылуына қарсы. Бұны саяси шешімдер институты жүргізген сараптама қорытындысы көрсеткен. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың күзінде шенеуніктер келісті нөмірлерді аукционға шығарып, ресми түрде саудалауды ойластырған болатын. Үкіметте осыған қатысты заң жобада пысықталып қойған көрінеді. Алайда бастамаға қарсы шығып жатқандар қатары әлі де сейілер емес. Сараптамашылар жүргізген сауалнама нәтижесінде халықтың 40% беделді нөмірлердің сатылуына қарсы шыққан. Саяси шешімдер институты анықтағандай, тұрғындардың дені мұны жемқорлықтың заңдастырылған түрі деп бағалаған екен. Биліктің бастамасын сұралғандардың 1/4 бөлігі ғана қолдаған көрінеді. Респонденттердің 25% бұл бастаманы қоштап, аукционнан түскен қаржы бюджетке, яғни жолдарды жөндеуге жұмсалар деп жауап берді. Тағы 20% өздерінің бұл тақырыпқа немқұрайлы қарайтындықтарын жеткізді. Алайда билік айтқанынан жаңылар емес, істі жолға қою үшін арнайы заң жобаны да құрып қойған. Оған сәйкес айрықша нөмірлердің құны $1,500–2,500 дейін белгіленген. Ал Владислав Косарев болса таңбалы нөмірлерді таңдамай бергенін алатын айтып қалды. Халықтық коммунист өз айдаған көліктерде 778-990 сынды нөмірлер бола тұра. Олардан намыстанбайтынын жеткізді. Содан болар, ол аталмыш заң жобаға қарсы. Мұндай тәжірибе қоғамды таптабымен алалап, арасында араздық тудырады деп отыр. 3-7-сі бар нөмірлер тәртіп бұзудың бастамасы. Неге? Себебі мұндай нөмірге қол жеткізген жүргізуші жол көлік ережелеріне пысқырып та қарамайды. Егер біз сөйтіп біреулерді ерекшелесек, өзгелерді ренжітеміз. Заң жобаны жақтаушылар онсыз да заңсыз сатылып келген жақсы нөмірлерден түскен қаржы біреудің қалтасын қампитқаннан гөрі қазынаның пайдасына жарасын деп отыр. Жанар Жолтаева, Нұрзат Кәрім, Арман Бөкеев, информбюро 31 арна, Астанадан. Ал бүгін Дмитрий Медведев Астанаға келді. Ол Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы ретінде алғашқы сапарын Қазақстан елінен бастап отыр. Кедендік одақтың арқасында екі ел арасындағы сауда ынтымақтастық көлемі 3 есеге өскен атап өтті Кәрім Мәсімовпен кездесу барысында. Алайда отандық кәсіпкерлер сырттан тасымалданатын тауарларға жағдай жасағанымызбен біз сан соғып жатырмыз. Керісінше шектеу қоймаса, Қазақстанның өнеркәсібі еш қашан дамымайды деп қауіптенеді. Айта кетейік, Дмитрий Медведевтің Қазақстандағы сапары 2 күнге жалғасады. Өзге де ақпараттар, оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданындағы уран өндіретін Катко кәсіпорнына қоршаған ортаны ластаған үшін 1 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Француз-қазақ бірлескен уран өндіру алыбы бұл айыбын жарты жыл бойы жасырып келген. Аталмыш мекеме Қазатом өнеркәсіптің бақылауында. Құрылыс кезінде магистральды құбырда орын алған ақаудың салдарынан қауіпті радиоактивті қалдықтар 2000-нан астам шаршы метр алқапты алып кеткен. Салдарынан 17 мың тонна қалдық құйылған екен. Орын алған оқиғаға қатысты кәсіпорын басшыларына 10-нан астам әкімшілік іс қозғалып, қомақты көлемде айыппұл салынды. Бірақ қылмысын жасырғандар тек айыппұлмен құтылмақ. Табиғатты қорғау прокуратурасының басшылығы мұндай жайт өңірде бұрын соңды болмаған деп отыр. Айтуларынша, залалдың толық мөлшерін анықтайтын тәсілдің жоқтығы қолбайлау болуда. Бұл жөнінде тиісті ұсыныс бас прокуратураға жіберілген. Қазіргі таңда заңнама бойынша бұл объектілер аса қауіпті объектілердің қатарына жатады. Сондықтан барлық апаттар бойынша бұл Катко мекемесі өз жауапкершілікке тартылады. Ал Семейдегі Федор Достоевскийдің тұрған үйі жермен жексен болды. Оның орны банк ғимаратына айналмақ енді. Орыс жазушысы бұл ескі үйде айдауда жүрген кезінде тұрған. Сонда отырып шығармаларын өмірге әкелген дейді өлкетанушылар. Олар бұл үйді сақтап қалуға барынша тырысқанымен Айбек Кәрім бастаған қалалық әкімшілік бұзуға бұйрық шығарған. Себебі талай жыл бұрын жекеменшік қолдан өткен бұл ескі нысан туризм дамуына, қаланың көркеюіне кедергі болуда. Әрі ол тарихи мұрағат ретінде тізімге енбеген. Бұған қоса Достоевскийдің ол үйді қаншалықты паналағаны нақты емес.
Мемлекеттік қызметкерлер несиелерін төлеуден жалтарып жүр. Осындай мәлімдемені коллекторлы компаниялардың басшылары жасады. Олардың айтуынша ақшалары бола тұра несиелерін өтеуден қашатындардың көбі полиция, құзырлы органдарда істейтін тұлғалар, немесе ұстаздар мен әскери қызметкерлер. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев та жақында өткен экономикалық форумда барша қазақстандықтарды қарызсыз өмір сүруге шақырған еді. Ал бүгінгі таңда несиесіз өмір сүруге бола ма? Аида Боранбай біліп қайтты. Несие ол тұзақ, қиын кезде қолғабыс бола қалып, үйлі көлікті болдыратын, кейін қаражатты 10 есе суырып алатын несиеге алдыңғы аптада Нұрсұлтан Назарбаев осындай балама берген еді. Сладкие, легкие кредиты являются ловушкой, и перестать надо жить в долг и на кредиты, что мы и сейчас и делаем. Дәл қазіргі уақытта кредитсіз өмір сүру менің ойымша мүмкін емес. Ал бұл Алматыдағы коллекторлық агенттіктердің бірін басқарып отырған директордың пікірі. Жадыра Әбдиеваның сөзінше кредиттік жүйе дамып отырған бұл заманда несиесіз өмір сүру мүмкін емес. Алайда несиенің алуын алып, оны қайтара алмай жүргендердің қарасы көп деп отыр ол. Әсіресе мемлекеттік қызметкерлер қарыздарын өтеуден бірінші болып жалтарып жүр дейді. Оның ішінде мектеп қызметкерлері бар, әкімшілік қызметкерлері бар. Даже керек десеңіз, әскери ұйымдарда жұмыс жасайтын военный служащийлардың қызмет кредиттері бар. ГАИ қызметкерлердің, МАИ қызметкерлердің барлығында да кредиттер бар. Аталмыш коллекторлық компанияның сөзінше несиені ең көп алатын оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары. Ал банкке қарыздар аз, солтүстік Қазақстанда тұратын азаматтар. Несиені алудың үш маңызды себебі бар екен. Бүгінгі таңда кредитті көп жағдайда дүркіретіп той өткізуге, одан кейін студент балалардың оқуын төлеуге, одан әрі баспаналы көлікті болу үшін алады екен жұртшылық. Кредитке жоламаңдар. Кредиттегі халықты алдау. Ал тұрғындардың көпшілігі несиесіз өмір сүру қиын, алайда онсыз жақсы деген пікірде. Кредитсіз тяжеловато, конечно. Қиындау, но можно, лучше без кредита. Алғаннан кейін есебін тауып, уақытында құю керек. Уақытында құймаса, оның проценті өсіп кетеді, ол қиын болады. Кредит аламын деп, дер кезінде төлей алмай, процент үлкен. Жынданып ауырып, кейбірі өліп кетті, өліп атқандар бар. Мамандардың сөзінше бүгінгі таңда отандастарымыздың шамамен 85-90%-ында несие бар. Ал мемлекетіміздің берешегі 124 миллиард ақш долларын құрап отыр. Бұл Қазақстанда дүниеге келген әр сәби $7,770 қарызбен туылады деген сөз. Аида Боранбай, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро, Алматы. Маусым басталмай жатып Ақмола облысында 3 адам суға кетті. Белгілі болғанда 2 оқиға судан құтқару станциясы жоқ жерлерде орын алған. Бірақ Көкшетаудағы Қопа көлінде станция болғанымен қайға аударылған балықшыны құтқарушылар аман алып қала алмады. Маусым айы басталмай жатып, шынымен де 3 адам суға батып кетті. Оның себебі біздің бақылаудан тыс жерлерде болған оқиға. Оған біздің мүмкіншілігіміз болмайды. Қазір судан құтқару станцияларындағы жұмыс қыза түскен. Жыл сайын осы саланы қажетті техникамен қамтамасыз ету үшін 30 миллион теңге бөлінгенімен қайықтардың көпшілігі ескі. Көкшетаудағы Қопа көлінің бір бетінен келесі жағалауына жету үшін моторлы қайықпен 1 сағат уақыт кетеді екен. Жақында суға батқан балықшы да осы Қопа көліне кетіп қайтыс болған. Оқиға станциядан алыс бетте әрі қамыс арасында болғандықтан құтқарушылар балықшыны араға бірнеше күн салып қана тапқан. Ал облыс бойынша 500-ден аса өзен көл болса, соның тек 4-еуінде ғана құтқару станциясы бар. Алматыда саяси қуғын-сүргін құрбандарына ескерткіш орнату керек. Бірқатар қоғамдық белсенділер осындай бастама көтеріп отыр. Айтуларынша өскелең ұрпақ кеңестік Қызыл армияның отарлау саясатына қарсы шығып, сол жолда құрбан болғандарды білуі керек. Баспасөз мәслихатын өткізгендер ол ашаршылық кезінде 6,5 миллион қазақ қырылды. Нәубет болмағанда халықтың саны қазір 50 миллионға жететін еді дейді. Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін кезінде опат болған арыстарымызды мәңгі есте қалдырудың бір жолы оларға ескерткіш орнату деп есептейді. Жаңа ескерткіштің символдық көрінісі болу керек. Онда халықтың келешегі үшін құрбан болғандар ашық бейнеленуі керек дейді. Ескерткіш орнату керек. Ол біздің міндетіміз. Келешек ұрпақ өзіне дейінгі адамдардың не жасағанын,
қандай ерлік істеген білу керек. Сол арқылы жастар тәрбиеленеді. Бүкіл әлемнің бақыты бір баланың көз жасына татымайды. Бүгін Алматыда бас қосқан қоғамдық ұйым өкілдері мен психологтар Достоевскийдің осы ойын ортаға салып, еліміздегі балалардың құқығы мен қорғалуы жайында сөз етті. Олардың айтуынша, Қазақстанда бақытты балалық шақ ұғымынан жат өмір сүріп келе жатқан бүлдіршіндер көп. Өткен жылдардың статистикасына сүйенсек, елімізде 4.600.000 бала психофизикалық дамудан кейін қалған. Олардың арасында мүмкіндігі шектеулі, ВИЧ індетін жұқтырған, лейкемия, даун және сал дертіне шалдыққандар көп. Жыл сайын мұндай науқас балалардың қатары көбеймесе азаймай тұр дейді мамандар. Бала бақытынан айырылған мұндай бүлдіршіндердің аналары үкіметтен небәрі 17.500 теңге жәрдемақы алады екен. Үлкендер тарапынан түсіністік таппай, күйзеліске ұшырап өз-өзіне қол салған оқушылардың да мәселесі бүкпеленіп, қоғам арасында кең талқыланбай келеді дейді психологтар. Осы мәселенің түйіткілін шешу үшін қоғамдық ұйым өкілдері Омбудсмендер институтын құрып, балалар құқықтарын қорғау саласында ұлттық стратегия жобасын жасауды жөн көріп отыр. Әкелер қайдасыздар? Неге балаңыздың тәрбиесіне қатыспайсыздар? Бәрлігін өзіңіздің әйеліңізді жүктіп қойдыңызда, енді ол қызыңыз жылап жүрма, ұлыңыз жылап жүрма, сізге бәрібір болғандай. Сіз арақ ішіп жүрсіз, сіз казиноға барып жүрсіз, мүмкін жақсыларыңыз жұмысқа да барып жүрген шығарсыздар. Сондықтан бізде әкелердің тәрбиеде, отбасыда орны азайып қалған. Ал адамзат тарихындағы ең желаяқ спортшы ямайкалық Усейн Болт Лондон Олимпиадасында өзінің 2-1 рекордын қайта жаңғыртуға бел буып отыр. Олимпиаданың 3 дүркін әлемнің 5 дүркін чемпионы, жүгіруден 100-200 метрлік қашықтағы әлемдік рекордтардың авторы. Ал дәл осы қашықтағы Гриффит Джойнердің 88 жылғы Сеул Олимпиадасында белгілеген 2 рекорды әлі өзгерген жоқ. Бұған қоса ұзындыққа және биіктікке секірудің соңғы көрсеткіштері жаңармағалы көп болды. Олимпиадада жеңіл атлетиканы қандай секундтар мен сантиметрлер күтіп тұрған Болат Мүрсәлім әңгімелейді. Сырықпен секіруден 21 жасында Братиславада әлемдік рекорд жаңартып, 84 пен 94-тің арасындағы 10 жылда дүниежүзілік көрсеткішті 35 рет жаңалаған Сергей Бубканың 6 метр 14 сантиметрлік биіктігін 20 жылға жақындаса да әлі ешкім өзгерте алмай отыр. Боб Биман әлемдік рекордтан 55 сантиметрге алыс секіргенде де оған ешкім маңайлай алмай қалған. 1968 жылғы Олимпиадада Боб Биман мысалы ұзындыққа секіруден мысалы сол кезде 21 ғасырға секіріс дейтін секіріс жасады. Бұл рекордтың қаймағы шамамен 30 жылдан астам уақыт бұзылған жоқ та. Боб Биманның көрсеткішін 91 жылы тек Карл Льюиспен бәсекелескен Майк Пауэлл 8-де 95-ке секіріп өзгертті. Ал Тұрлыханов күміс алған Сеул Олимпиадасында ақш желаяғы Гриффит Джойнер 100 және 200 метрлік қашықтықта 2-1 рекорд жасады. 24 жылдан бері сол Гриффитке жететін ешкім болмай тұр. Болды феномен, ол 88 жылдан осы рекордты ешкім қазір жақсарта алмайды. 100 метрден ол 10.49-да жүгірген. Қазір ең жақсы көрсеткіш ол 10-да 82 ма, 10-да 85. Жеңіл атлетика тарихында қара нәсілді спортшылар ең көп рекорд жасаушылар. Кәсіби спортшылар қазақ күрес пен боксқа қалай жақын болса, олар гендік тұрғыда бірнеше спортқа дәл солай жақын деп есептейді. Әсіресе 100 метрді 9-да 58-де, ал 200-ді 19-да 19-ді өткен Усейн Болтты ешкімге теңгермейді. Усейн Болт өзі Ямайкадан да, ал Ямайка остров спринтеров деп атағанда, өйткені себебі сөйерден жыл сайын сөйерден рекордсмендер шығып жатырды деп айтуға болады. 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасында ол алтын алған кезде 100 метрліктің соңғы 4-5 метрін артынан қарағыштап бүйтіп жай жүгіріп өтті да. Ғаламшардың ең желаяқ адамы Болт Лондон Олимпиадасында 100-ді 9-да 4-те, ал 200-ді 19 секунд өтем деп бәстігіп отыр. Ал түбінде күндердің рекордтары тоқтайды. Болат Мүрсәлім, Данияр Жүсіпов, Нұрбол Қызықбаев, Алмас Пестенбеков, Информ бюро, Алматы. Алда көретіндеріңіз. Алтын белгіні сатып алуға болама, түлектің болашағын саралайтын білім сынағынан сүрінбей өтудің қандай жолдары бар? Халық әртісі Мақпал Жүнісованың 2-1 гауһартасы бар сақинасын ұрлаған кім? Әшекейлерді тапқан адамға әнші қандай сыйақы бермек? Бұдан өзге де маңыздар қызықты ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл сәтін салса төсіне алтын белгі тағынған түлектер саны артқалы тұр. Өйткені үздіктер қатарынан қалмауға үміттерін үкілеген үміткер көп.
Алтын белгі алғысы келгендердің саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге өскен. Алайда алғырлар қатары расымен күрт өсті ме, әлде халықтың ахуалы түзелді ме? Өйткені Алматыдағы нөмірі 45-ші мектепте бағалы белгінің саудаға түсетіні туралы өткен аптада айтқанбыз. Тіпті түйсікке тағайындалған тарифтік қызметті халық қалаулыларына да ұсынып үлгергендер бар екен. Биылға үздік болудан үміткерлер көрсеткішін санымен сараласақ, былтырғымен салыстырғанда 3000-ға артқан. Қызық сәйкестікті қараңыз. Алматыдағы нөмірі 45-ші мектеп директорының ата-аналарға айтқан алтын белгі құны да 3000. Тек артында ақш доллары деген жалғасы бар. Сіз директорсыз білмейсіз ба деп сөйтіп едім. Білмеймін, қазір ақбота келген білем. Апа, ақша керек, ақша деп қолым бітті. Ақша жинау керек, ақша. Қанша ақша керек? Әлі тарифтеріңіз бар ма? Жоқ әлде по возможности деп едім. Әр жылы әр қалдақ тарифіміз 3000-нан жоғары деді. Өкінішке орай, сорақы цифрды айтқанда техника тілінен ақау жіберіп алдық. Біз айтқандай алыпсатарлар сынды, білімді саудаға салды деп алматылық тұрғын нөмірі 42-ші емес, жалпы білім беретін нөмірі 45-ші мектепті атапты. Камерадан қашқан білім мекемесінің басшысы да соңғы мектепке тиесілі. Мен бастығын күтіп отырсыздар, мен отырамаймын. Кімнен сұрадыңыз? Ал Ауэс ауданда орналасқан нөмірі 42-ші мектеп ұжымы алтын белгіге жалғыз төлегін үкілеп отыр. Ұстаздар ұжымы үмітімізді ақтайды деген сенімде. Айта кету керек, білім ордасына басшылық қызметке биыл ғана келген Ая Алшынбек қызының атқарып үлгерген шаруасы да ауқымда. Бұған дейін орыс тілінде білім беріп келген білім ордасы биыл 3 қазақ сыныбына бүлдіршіндер қабылдапты. Мына менің мөлтек ауданыма қарасты балалардың көбісі біраз жердегі мектептерге баруға мәжбүр болды. Мінекей сол ата-аналардың біз өтінішін ескеріп, қалалық білім басқармасы ескере отырып, біз сол бүлдіршіндерге мүмкіндік жасадық. Бұл енді процесс келесі жылда өзінің жалғасын табады. Ал бүгін Алматыдағы нөмірі 45-ші мектептен басталған білімге тағайындалған тариф дауы парламенттен естілді. Жүрегінің түгі бар тағы біреу, анау-мынау емес алтын белгіні депутатқа саудаламақ болған. Тағайындалған тарифте өзгеріске ұшырамаған күйі ұсынылыпты. По поводу того, что что-то кто-то продает, да, мне тоже предлагали за $3000. Например, $500 за каждый предмет. Мне предлагали, что на 10 пунктов увеличится, показатели. Қазір алтын белгіні ақшамен анықтауға қатысты дау білім министрлігіндегілерінде құлағына жетті. Сұхбат беруден ат-тонналы қашқан нөмірі 45-ші мектепте алыпсатарлық дерегі дәйек тайғақтың аздығынан анықталмауы да мүмкін. Бірақ ата-ана мен депутат айтқан тарифтің ұқсастығын қалай түсінеміз? Ирина Светчан, Ринат Абулхаиров, Информ бюро 31 арна, Алматыдан. Қазақстан Республикасының халық әртісі Мақпал Жүнісованың екі бірдей гауһартасы бар бағалы сақинасы болды. Оның қымбаттылығы ақшасында емес, сыйға тартылғандығында дейді әнші. Лағыл және меруерт тастармен көмкерілген екі жүзік Өскемен қаласындағы концерттен кейін жоқ болған. Сақиналарында екі қызғас әмияныма салыңдар деп сеніп тапсырған әнші, біреуге жала жабудан аулақпын, бірақ мәселенің ақиқатына жеткім келеді дейді. Өгілер алған жоқпыз дейді. Енді сонда екі менде күмән тұрда, біреуі Алматыдан барған қыз, біреуі Өскемендегі қыз. Енді маған сол анығы керек. Бұл Өскеменнен қайтты ма ол сақиналар? Қайтпады ма? Одан енді мен байыпта кетпеймін, кедейде болып кетпеймін. Просто Зәкеңнің көзі ретінде өзім ыстық көретін сақиналарым еді. Бағалы шеке бейімнің сырғасы үйде қалып, сақинасын гастрольдік сапарға алып кеткен әнші Өскеменнен екі бірдей жүзікті қолды қылып оралған. Біреуді сотқа беріп, алқымнан алайын деп жатқаным жоқ. Тек кім ұрлағанын білсем болғаны. Ол адам кешірім сұрап келсе де кешіруге дайынмын дейді әнші. Шамамен 10 жыл бұрын сыйға тартылған меруерті бар, бриллиантпен көмкерілген бір ғана сақинаны Мақпал Жүнісова шамамен кем дегенде $5000 бағалап отыр. Мәселенің анық-қанығын ғана білгісі келетін әнші жүзіктерді тапқан, немесе оны кім қолды қылғанын айтқан адамға тіпті сыйақы да әзірлеп қойыпты. Егер де дәл осындай таспен сақина көрсеңіздер, кімнен көргендеріңіз айтсаңыздар болды. Егер табылған күннің өзінде мен оған сыйға тартамын. Ал Көкшетауда Айдарлы ұлдар қатары көбейіп келеді. Мереке Шотылда немересіне дүние есігін ашқаннан Айдар қалдырып есіріп келеді екен. Оның айтуынша олар Айдарды сәндік үшін емес, тіл көзден сақтайды деген арыммен қойған. Бұл енді бұл тұлымды біз баланың туғанын шашы ғой, алған жоқпыз. Енді бұны біз үлкендерден не істейміз? Бұл пішпе тойынан кейін алынады дейді. Сол тіл көзден сақтайды баланы.
көп жерлерде болғанда баланы сондай орысша айтқанда не ғой әлгі талисман дейді ғой. Көкшетаудың Еркемай балабақшасындағы айдарлы 5 ұл 30 баланың ішінен бірден көзге түседі. Туғаннан қойылатын шаш бала тек сүндетке отырған соң ғана қырқалады. Кейбір тіпті бір мүшелге келгенге дейін айдармен жүреді екен. Айта кету керек, Ақмоладағы айдарлы ұлдардың қатары мұнымен шектелмейді. Қазір көптеген оқу орындарында шаш қойған ер баланы кезіктіруге болады. Алматыда майшамдар дизайн атты ерекше көрме ашылды. Көпшілікке тарту етілген шырақтардың барлығы дерлік студенттердің қолымен жасалған. Сайысқа қатысушыларға қойылған басты талап майшам дизайнның ерекшелігі мен өзгешелігі. Сондай-ақ қойылған шырақтарды жасаудағы қарапайымдылық та жоғары бағаланады. Ал әдемілігі жағынан көзге түскен туынды міндетті түрде өндіріліп, сатылымға да шығарылады дейді ұйымдастырушылар. Ал байқаудың жеңімпазын таңдауға Англиядан арнайы келген көрме қонағы Умберто Джерауды жүзден озып шыққан жүйрікті атай алмады. Әр жұмыста өзіндік қолтаңба бар. Студенттердің кәсіби мамандардан ерекшеленетін тұсы да осы. Маған майшамдардың көп ұнады, әсіресе қатысушылардың орындау шеберлігі мен ойлау ерекшелігі менің көңілімнен шықты. Жарты сағаттан соң түріктің атақты Фатмагүл Тери сериалын жіберіп алмаңыздар. Ал Информ бюроның сейсенбідегі шығарылымы осымен тамам. Алда жарнама және ауа райы мәліметі. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.